Кешке не пісірсем екен деп ойланып отырып палау істейін деп шештім. Палау істегеннен кейін ошаққа істей салсам ба екен деп. Ошаққа істегеннен кейін барлығын шақырсам ба екен, ата-енем шақырсам, олардың да аузы берік, әке-шешем шақырсам, олардың да аузы берік. Сөйте салайын деп күйеуіме звондап, кешке кішігірім ауызашар істеп жүрсек қалай қарайсың деген едім. Ол кісі де қолдай қойды. Сосын кейін кішігірім ауызашар істеп жүрейін жақын туысқандарымменен деп ошақты жаға бастадым. Мына жақта менің көмекші балдарым маған көмектесіп, отын потындарын әкеліп, жәрдем беріп жүрді, дастархан дайындауға барлығына. Ошақта қыздырып алдым да, майларын құйып, етті қуырып. Негізі мен спонтанно шешім қабылдай салатын адаммын да. Ойда жоқта ауызашар істей салам, ойда жоқта туған күн істей салам, ойда жоқта Шымкентке жұмысқа шығып кете салам. Сондай адаммын да негізінде. Менде алдын ала пландап, мынандай күн мынандай істеймін, мынандай күн мынандай істеймін деген нәрселер болмай қалады. Сондықтан мен сол күні қалай шешім қабылдадым, соны істеуім керек, тындыруым керек. Өзім негізі біраздан бері ойлап жүргем, ауызашар істеуім керек еді, осы ауыз бекіткен жақын туған туыстарға ауызашар істеуім керек еді деп ойлап жүргенем. Солайынан сағат 4:30-да спонтанно осылай ауызашар істей салатын болып шешім қабылдап, ауызашар істеп жатқан жағдайым бар. Негізі мен өзім палауды онша бүйтіп қатты әдемі қылып істеймін деп айта алмаймын. Бірақ та менің палауымды жеген адамдар мақтайды, күшті істепсін, қолың дерт көрмесін деген сияқты алғыстар алып, мәз болып, жақындарымның басын қосып, әңгіме айтып отырып, шай іштік, тамақ іштік, ауыз аштық. Ал сіздер ораза айында ауызашар істейсіздер ма? Комментарийға жаза кетіңіздер. Негізі ауызашар істеген кәдімгідей сауапқа қаласың ғой. Күні бойы аш жүрген адамдарға тамақ берген сауапты іс деп ойлаймын. Көп адамдар айтып жатады, былай ауыз бекітпеген адамдар шақырмау керек, тек қана ауыз бекіткен адамдар шақыру керек деген сияқты. Ал бірақ мен оған олай дұрыс көрмеймін. Сондықтан ауыз бекітпеген барлығын шақырдым. Қазір ауыз бекітіп, аузың берік болып, тамақ істеген сәл басқаша екен. Бір түрлеген тұзын көре алмайсың. Примерно салам, қорқып көп күтпей ма, аз ұқамай ма деп. Сөйтіп ауыз ашқаннан кейін дәмін көрдім. Палауымның дәмі күшті болыпты, өзіме ұнады. Сосын кейін барып легенге салып, қонақтарыма тарту еттім, барлығына ұнады, рахмет айтты, күшті, дәмді болыпты деп алғыстарын алып, үлкен кісілер баталарын беріп. Негізі біз сол үлкен кісілердің, ата-анамыздың баталарымен, алғыстарыменен көгереміз, өнеміз, өсеміз. Тек алғыс, бата алып жүрді нәсіп етсін Аллах тағала. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын, не ниет қылсаңыздар ниеттеріңізге жетулеріңізге тілектеспін. Аллах тағалам өз панасында асырасын. Мені көріп отырған оқырмандарымның әрбіріне осындай үй жұғысты болсын, осындай дастарханда отыру нәсіп етсін. Мен сіздерді жақсы көрем. Рахмет.